Так, сәлеметсіңдер ме балалар? Химия пәні мұғалімі Тубаева Айгүл Оңғарбайқызы сіздермен бірге. Так, алкендер деген тақырыптың ABC тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші A деңгейіндегі бірінші сұрақ: алкендерге жалпы сипаттама бер. Яғни алкендерге жалпы сипаттама беретін болса, ол жерде көміртектердің, екі көміртектің арасында бір қос байланыс кездесетін болса, онда ол алкендерге жатады. Яғни олардың жалпы формасы CnH2n-ге сәйкес келу керек. Енді екінші сұрақ: молекулалық формулалары келтірілген қосылыстардың ішінен алкендердің гомологын теріп жаз. Яғни, егер де жалпы формасы CnH2n-ге сәйкес келетін бұл жерде қосылыстар болатын болса, онда біз оларды белгілей аламыз. Яғни, егер C2H6, онда C2H6-ны неге белгілей алмаймыз? Өйткені ол жерде формаға сәйкес келмейді. C2H4 болу керек еді. C4H6 ол да сәйкес келмейді, C4H10 сәйкес келмейді. C2H4 міне этен, C6H12 міне 6 екеселеніп тұр, 12 болып, сутегі 12, яғни гексен. C9H20 жатпайды, алкан болып кетеді. C8H16 жатпайды, C3H8 жатпайды, C4H8, яғни ол бутенге жатады. Келесі үшінші тапсырма: молекула құрамында 16 сутек болатын алкан және алкен формуласын анықта. Алканның жалпы формасы CnH2n қосу 2. Яғни бұл жерде сутектің сан берілген. Сонда біз бұл жерде CnH2n-ді 16 деп аламыз да, n нешке тең екенін табамыз. Сонда Cn2n тең 14. Неге 14 болды? 2-ні арғы бетке өткізетін болсақ, -2 болып өтеді. Сонда 16-тан 2-ні алсаң 14. 2-ні тағы да арғы бетке құтылу үшін арғы бетке өткізетін болсақ, 14 2-ге бөлініп кетеді. Сонда 7. Сонда ол C7H16 гексан екен. Енді алкендерде бұл жерде сутектің төменде индекс 2n. Значит, 2n тең 16. Онда n тең 8 деген сөз. Яғни 16-ны 2-ге бөлеміз. Сонда n-ің нешке тең екені белгілі болады. Сонда C8H16 октен. Келесі сұрақ: қос байланысының орнын көрсетіп, мына қосылысты атаңдар. Балалар, мына жерде қосылыс берілген. Нөмірлеген кезде қос байланыс қай жаққа, шеткі жаққа жақын, сол жақтан бастаймыз. Біз алкандарда радикалдары қай шетке орналасса, сол жақтан бастайтын едік. Ал енді бұл жерде қос байланыс мына көміртекке жақын орналасқан, мына шеттегі көміртекке. Сондықтан да осы көміртекке 1, 2, 3, 4, 5 деп нөмірлеп аламыз. Міне бір көміртек нөмірсіз қалып кетті, яғни біз бұны радикал деп есептейміз. Екінші көміртектен кейін қос байланыс. Сонда аты қалай болады? 4 метил, яғни метил 4-ші көміртекте байланысқан. 4 метил пентен. Не үшін? Ен, өйткені қос байланысы бар. Нешінші көміртектен кейін? Екінші көміртектен кейін пентен 2. Яғни қос байланыс, бұл қосылыстың атауы 4 метил пентен 2. Так, алкендердің химиялық қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін жазыңдар деген екен. Так, ары қарай. Яғни бірінші реакция, конечно, білесіздер, жану реакциясы. Міндетті түрде СО2 және H2O бөлінеді. Қандай көмірсутек жанса да. Одан кейін гидрлеу реакциясы, ол екі сутекті қосу арқылы алканға айналады. Галогендеу реакциясы, яғни бром қосатын болсақ, бромның қоңыр түсі түссізденеді, 1-2 дибром пропан түзіледі. Одан кейін бұл сапалық реакцияға жатады. Одан кейін сапалық реакцияның екінші реакциясы, ол калий марганцов 4, яғни марганцовқа қосамыз. Сонда бізде этандиол, этилен гликоль түзіледі. Келесі гидрогалогендеу, яғни оған H бром қосу, гидросутек, галоген, ол галоген, яғни бір кез келген галоген, яғни сутек, бром. Сутек бізде гидро, бром, галоген. Сонда, бұл жерде Марковников ережесі бойынша жүргіздім, яғни бромды сутек аз жаққа қарай жібердім. 2 бром пропан. Мұны кейін 11 сыныпқа барғанда үйрене беретін боласыңдар. Гидратациялану, яғни су қосу деген сөз. Сол кезде пропанол 2. Бұл да Марковников ережесі бойынша.
Келесі полимерлену реакциясы, яғни полимерлену реакциясы қос байланыс бар заттарда полимерлену реакциясы өте жақсы жүреді. Өйткені сол қос байланыс үзілу есебінен полимеризация жүреді. Яғни бұл пропен болса, онда келесі реакциядан кейін түзілген зат полипропилен.